Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 54-ші сабақтың тақырыбы лепті сөйлем. Сабақтың мақсаты мәтін бөліктерін анықтай аламын. 14-ші жаттығуға назар аударайық. Жұмбақ өлеңді қатесіз көшіріп жаз, шешуін тап. Бір жерінде жаз, бір жерінде күз, бір жерінде қыс, бір жерінде көктем, керемет алып неткен. Жауабы: жер шары. Леп белгісі неліктен қойылғанын айт. Яғни бұл жерде керемет алып неткен деп таңғалуды білдіріп тұр, сондықтан да соңында леп белгісі қойылып тұр. 15-ші жаттығу. Мәтінді әрі қарай лепті сөйлемдерді қатыстыру арқылы жалғастырып жаз. Сәния анасымен көшеде келе жатты. Ол аспанда қалықтап ұшқан шарды көріп, қуанып кетті. Сәния: алақай шар, анашым, қараңызшы, қандай әдемі шар. Келесі 16-ші жаттығуға назар аударайық. Суреттерге қара және мәтінді оқы. Көктемде балалар гүл тұқымын септі. Олар раушан және жауқазын гүлдерін отырғызды. Біраздан соң бұл өсімдіктер көктей бастады. Балалар оларға күтім жасады. Жазда алуан түсті гүлдер жайқалып өсті. Мәтін неше бөліктен тұрады? Оны қалай анықтадың? Мәтін 3 бөліктен тұрады, иә? Оны біз жаңа жолдан басталған сөйлем арқылы біле аламыз, иә? Мәтіннің 2-ші және 3-ші бөлігін өз сөйлемдеріңмен толықтыр. Ол үшін суреттерді және керекті сөздерді пайдалан. Мәтінге ат қой. Бұл жерде керекті сөздер: суғарды, арамшөптерді жұлды, гүлшоқтарын жасады, білім күнінде мұғалімге сыйлады. Құрастырған мәтініңді айтып бер. Мәтіннің қорытынды бөлігін жаз. Бала жалғастыруға болады. Көктемде балалар гүл тұқымын септі. Олар раушан және жауқазын гүлдерін отырғызды. Біраздан соң бұл өсімдіктер көктей бастады. Гүлдерді суғарды, арамшөптерін жұлды. Жазда алуан түсті гүлдер жайқалып өсті. Балалар білім күнінде өскен гүлдерден гүлшоқтарын жасап, мұғалімге сыйлады. Келесі шығармашылық үзіліс. 17-ші жаттығу. Берілген сөйлемнің лепті сөйлем екенін дәлелде. Айнала қандай әдемі? Тәжірибе жаса. Алдымен сөйлемді бірнеше рет оқып көр. Қай сөз көтеріңкі екпінмен айтылатынын анықта. Зерттеу барысында леп белгісі қойылған сөйлем ерекше дауыс ырғағымен оқылып, қандай сөзінің көтеріңкі екпінмен айтылатынына көзіңді жеткіз. Бұл жерде сөйлем лепті сөйлем болады. Біріншіден, бұл сөйлемнің соңында леп белгісі қойылып тұр. Екіншіден, сөйлемге назар аударатын болсақ, мысалы қараңыздар, айнала қандай әдемі, яғни айналаның сондай әдемілігіне таңғалып тұрғанын білдіріп тұр. Ал таңғалу бұл лепті сөйлем екенін білдіреді. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ егер ұнаған болса, арнаға міндетті түрде жазылып кетіңіздер, лайк басыңыздар, төменге өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Бұл менің арнам үшін өте маңызды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.